міне алдымызда 3 топ отырсыңдар. Натаскаға қараймыз, шаңырақ әдісі арқылы бастаймыз. Шаңырақ мынау не көріп тұрсыңдар? Киіз үй, иә? Киіз үй қанша бөліктен тұрады? Керегесі, қолы, шаңырақ. Біз бүгінгі сабағымызды өн бойына 3 тапсырмамен осы шаңыраққа жетуіміз керек. Бірінші тапсырма орындағанда есік тұр, есіктен керегеге, керегеден уыққа, одан ары қарай шаңыраққа жетеміз. Барлығы 10 балл жинауымыз керек. Мына жерде аттары тұр магнитте. Кім, мысалы, бірінші тапсырманы орындап 3 балл алды, керегеге өтеміз есіктен, иә? Одан кейін ары қарай уыққа, одан кейін шаңыраққа жылжытып отырамыз. Топ басшысы бізде 3-ші топта кім? Амирхан. Жазып отырамыз, иә? Өткен сабаққа байланысты термин сөздер, суреттер қыстырылып тұр. Әр топтан 2 оқушыдан шығып, сол суреттерді алып, немесе термин сөздерді ана жаққа шығып, сол термин сөздерге байланысты сөйлем құрастырамыз. Өткен сабағымызға байланысты. Ал жабылдар, кім шығады? Мына жаққа қараймыз. Тақырыбын аламыз. Ана жаққа тұрамыз. Сөйлемді ойластырып тұрамыз. Өткен сабаққа байланысты. Бастаймыз. Біз баяғы тұрған Америкадағы халықтар десе де болады. Ол осы өнеркәсіппен айналысқан. Және де сол өздерінің жерлерінен айырылып қалды Ресей империясында. Сол үшін ол Қазақстанға келе бастады, арнайы жерлер алу үшін. Және де әр келген нишандарға осы десентина жерлерде олар нишандар шөбілсен қалада тұрды, немен жасып олар? Олар негізі олар бау-бақшамен қолөнермен жақсы жақсы. Бүгінгі біздің сабағымыз қандай болады деп ойлайсыңдар? Саясатты көруге болады, иә? Жақсы. Ендеше бүгінгі біздің сабағымыз жинақтау сабағы болды. Қазақстандағы жаппай отаршылдық қоныс аудару саясаты. Жақсы. Бізде тарих сабағында әр сабағымызда зерттеу сұрағы болады. Сол зерттеу сұрағымен жұмыс жасаймыз. Сонымен зерттеу сұрағын кім оқиды? Ибрагим оқиды. Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмір қалай өзгерді? Қазақ өмірін қалай өзгерді? Жақсы. Дәптерлерімізді ашамыз, соны қоямыз. Тақырып себептерінің салдарын талдау, отарлау саясатының қазақтардың дәстүрлі шаруашылығына тигізген әсерін талдау. Түсінікті, иә? Енді біз тапсырмаға өтпестен бұрын тағы да бір видеоны көріп алайық. Осы сабаққа байланысты. Аудару саясаты жайлы не білесің? Бұл саясат қандай мақсатпен жүргізілді? Жергілікті халыққа қоныс аудару саясаты қалай әсер етті? Отаршылдық қоныс аудару саясатының нәтижесінде қазақтардан қанша жер тартып алынды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 19 ғасырдағы отаршылдық қоныс аудару саясаты жайлы не білесің? Бұл саясат қандай мақсатпен жүргізілді? Патшалық биліктің қазақ бойынша 1868 жылы шаруалардың жетісуға көшуі туралы уақытша ережелер қабылданды. Шаруаларды шығысқа көшіру Ресейдің орталық губернияларындағы жер мәселесін шешіп қана қоймай, орыс үкіметінің жаңа жерлердегі билігін қамтамасыз етті. Сондықтан
келесі тапсырмамыз, бірінші тапсырмамыз біздің қарсы әдісі топтық жұмыс деп аталады. Сабақта қолданып жүрміз. Осы сабағымызға байланысты жаңа көрген видео роликке байланысты мынандай пирамида құрастырамыз. Білесіңдер, мына жағында сұрағы болады, мына жағында жауабы болады. Біз сәйкестендіреміз. Бірінші топ ашпаймыз. Дискрипторымыз бар ма? Бұл сұрақты толық орындасаңдар 3 балл береді. Біздің айтып көріңіз. Орталарын ашыңдар. Ал тезірек құрастырамыз. 3-4 минут. Бірінші сұрақтарымызды істеп аламыз. Уақыт кетті. Дұрыс аяғым. Все болды. Астана келеді ма? Дайын. Ал енді дайын болған жұптар бір-бірлеріміз тексеріп жіберейікші. Жас кел. Назеркелер тексер, Назеркемен көркем айда. Олар орыстардың шаруалары ең алғашқылар солтүстік қазақстан жерлеріне келді, яғни Петропавл, Қостанай деген жерлерге. Ал ұйғырлар мен дүнгендер Жетісу облысына келді. Верный және де Жакетті. Сендер алып келсін. Пакет алып келсін өзіңнің алып келсін. Ал шарты бірінші Американы тыңдаймыз, сендер дайын алыптым да. Осы жерде дұрыс, бірақ олар андай солтүстік қазақстан әкімдер қоныстаған Дұрыс жарайды. Ренжімейміз, жақсы, екі жылдар Американы болса, айтамыз сендер. Екі топ бір-бірлерді тексереміз. Бір
дұрыстап көріңдер жаңағыдай көрмей қалмаңдар. Дұрыс па? Қате бар сияқты. Айта ғой, аяулым, қандай қате бар? Мына жерде қате бар ма? Мен астына жасыл чатылар, дұрыс айғаны жерде. Сендерде? Дұрыс па? Ал қайсы жұп қалды? Назырбек? Олар жетісу, олардың жігіттер жетісу аман әшкеден түсінікті. Және де мәйіқта олар солтүстік Қазақстан олар бір сөзбен сұрып тұрақты біледі. Үзіп-үзіп берген. Бірақ негізі дұрыс, иә? Негізі дұрыс. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, тоқпашылар өздерін жазып қойды, кім қанша жұптарын жазып қойды. Бұл қанша бал қойған дейді? 3 бал қойды, иә? Әрқайсы жұптар қол ортағандан 3 балдар. Енді балалар кім карталар көрсетеді? Мына жақта карталар қазақша. Ал көрмей көрсете қойшы. Қарап аламыз балалар. Орыстар солтүстік Қазақстан облысында шаруашылық етті. Орыс шаруашылығы деп қоныстанды. Яғни Петропавл, Қостанай деген жерлерде. Жақсы. Ал ұйғырлар мен дүнгендер Жетісу облысында қоныстады. Келіп, қоныстан жақсы. Дұрыс көрсетті ма балалар? Жақсы, жарайды. Ал балалар, бізді келесі тапсырмамыз интерпретация деп аталады. Білімімізді жинақтау сабағы. Жаңағы сабақтың басында біздің зерттеу сұрағымыз қандай еді? Кім оқып жібереді дәптерден? Сол зерттеу сұрағымызға қайтадан ораламыз. Көркем айтып жүрші, зерттеу сұрағын жаздың ба? Яз? Патша үкіметінің қоныстандыру саясаты қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті? Қазақ қоғамының өмірін қалай өзгертті деген сұраққа қайта ораламызда енді әр топқа мен сұрақтар береміз және соған дәлелдеме келтіреміз да қорғаймыз. Ауызша береміз. Дайындалыңдар. Ескерткіштер бар. Қоныстандыру саясаты қазақтарымыздың қаншалықты өзгерді? Үшінші топ. Қоныстандыру саясатының салдары мен жағымды және жағымсыз. Ал дәлелдемесін келтіріп, ақылдасып аламыз. Жалпы 5-6 минут берілді, дайындалуға. Бұл бірінші жағымды әсер болады, ал жағымсыз әсер олар жер салды. Жер салды және өздерінің ата мекен жерлерін тастап құнарсыз жерге көшкен. Құнарсыз жерге көшкен сияқты. И үшінші дәлел. Жазбаймыз ба ма? Ауызша Бізде Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептері мен салдары түсті. Оның бірінші дәлелі Ресей халқы басыбайлы халықты босатқан соң олар жерсіз қалды. Және де олар көтерілістер істеп жағдай өрши түспеу үшін оларды қазақтардың жерлеріне жібере бастады. Яғни ол Көкшетау облысындағы Салманкөл деген ауыл. Оның салдары Бірінші дәлелі ме? Иә, бірінші дәлел. Оның салдары қазақтардың көбісі жерсіз қалды сол. Құнарлы жерлерінен айырылды. Жақсы, тағы? Ресей империясының қоныстандыру саясатының себептері мен салдары. Ресей империясы қоныс аударушы қазақтар көтеріліс жасамау үшін арнайы қоныстандырушылар жіберген орыстар. Үшінші дәлелі орыс шаруалар шахта қоныс аудару арқылы қазақтардың егіншілікпен айналысып, оларды оқушы өмірсатына аудару үшінші дәлелі. Ал төртінші дәлелі патша үкіметі жергілікті халықты
аударып шақырылады. Қазақстан орыс империясының болашағы болып, оларды астық қоймасына аяды. Жақсы, жарайсыңдар. Жақсы, бірінші топ жақсы жауап берді. Екінші сұрақтарды оқимыз. қоныстандыру саясаты қазақтардың тұрмысын қаншалықты өзгертті? Менің ойымша, мұсылмандардың тұрмысы олар түбегейлі өзгертті. Себебі қазақ жерінде байырғы көшпелі және жартылай көшпелі тұрғындар өздерінің малдарынан айырылып, жерде көшпелі бола алмады. Себебі ол жерде темір жолдар салынды неше түрлі. Олар егіншілікке өздерінің жерін алып алды, ой шаруалар. Сөйтіп олар мал шаруашылығымен айналыса алмағандықтан кедейлене бастады. Сөйтіп олар күйзеліске ұшырады. Сөйтіп кедейленген халықтар өздері күнкөріс табу үшін олар фабрикаларға, тұз өндіруге, мұнай өндіруге және кәсіптерге орналаса бастады. Бірақ та ол көмектескен жоқ. Және де олар өздеріне басқа да малдан тартылған енді көшіп-қонбай жүре алмай, және де отырықшы өмірге айналды. Жарайды, қосамын дейтін әзірге қосамын. Қайтадан қосып жіберсем, бұл жерде тағы да олар сөйтіп күнкөріс жасап алғаннан кейін олар жан-жаққа тарай бастады, басқа жақтарға көше бастады. Сөйтіп олар өздерінің ата-бабаларының қабірін тастап, басқа жерге құнарсыз жерге көшуге мәжбүр. Табекенін тастап, ата-бабалардың зираттарын тастап, басқа жаққа көшуге мәжбүр болды. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді үшінші топтың сұрақты оқимыз. Қоныстандыру саясатының жағымды және жағымсыз тұстарын нақты мысалдармен анықтап айтуымыз керек. Біз жағымды жағын айтасың. Біз жағымды жағын айтатын болсақ, қазақтар, ұйғырлар және дүнгендер олар тату-тәтті тұрса да, тату-тәтті тұрды. Ал жағымсыз жағы олар өз жерлерінен айырылып, немесе кішкентай жер ғана алды. Жақсы, жарайсың. Рахым айтады. Олар басқа мемлекеттерден, орыстардан, ұйғырлардан, дүнгендерден егіншілікті үйренді, балық шаруашылығын үйренді, тағы да басқа шаруашылықтарды үйренді. Ал жағымсыз жағы жалпы қоныстандыру саясатының кезінде олар Қазақстанның жалпы жерінің аз ғана бөлігінде ғана тұрды. Жақсы, жарайсыңдар. Ал топ бір-бірлерін бағалап жүрейік. Сен қосасың ба? Жарайды. Оның жағымсыз жағы олар өздерінің ата мекенін тастап, құнарсыз жерге көшуге мәжбүр болды. Өйткені оларға андай жер жетпей қалды. Жақсы, жарайсыңдар. Ал бағалап жіберейік, Айғаным.
жауап бере алады, Ибрагим жауап береді. Ерсұлтан Құрамат осында. Ерсұлтан жауап береді. Кім бізді? Мен апай. Ең жоғары Ибрагим жарайсың 2400 балл, Әділ 1800 балл, Ясир 1700 балл, Ерсұлтан 1200, Санжар 900, Әлихан 600, Жарқын 600, Нұрай 600, қалғандарымыз Айғаным 600 балл. Жақсы балдар. Аяқтаймыз енді. Тастаймыз болды енді. Үйге тапсырма алып аламыз, балалар. Қазақстанның көп ұлтты ел атануына қатысқан Қазақстанның саясаты жүйелі деген тақырыпта шағын эссе жазып береміз. Жазбап немесе сот қатыстыру алында енді мына жаққа бағалауға қараймыз. Бүгінгі сабақта ең жақсы үздік оқушыларды анықтаймыз және жарайсың деген оқушыларды анықтаймыз. Қараймыз не? Нұрай шаңыраққа жетті, жарайсың, Жарқын, Диас, Санжар, Ибрагим, Әділ, Ерсұлтан, Назет, осы балдар 10 балл. Ал Аяулым, Айғаным, Әлихан ұлыққа жетті. Сендер келесі жолда жақсы оқиды деген үміттеміз, дайындаламыз. Балалар енді осы сабақ туралы өздерінің ұсыныстарыңды білім поштасына жазып, сонымен сабағымыз аяқталады. Сіздер сабақ білім поштасына саламыз, осы сабақ туралы өздерінің ойларыңды, ұсыныстарыңды. Қайда қыз болды шыға береміз, ана жерге саламыз да. Жарайсыңдар балалар, бәрін өте жақсы керемет қатыстыңдар. Білімдеріңіз көрсетті. Алиса, бүгінгі тақырыбымыз түсінікті ме балалар? Иә. Жақсы, жарайсыңдар. Білім поштасына саламыз. Мен сосын сабақтан кейін оқимын, кім не жазды. Келесі сабақ сол ұсыныстарымды ескеретін боламын.